Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Ажалды ақшаға сатып алған ана. Біздің махаббат сол бір ыңғайсыз әрі күлкілі танысудан басталды. Асығыс кетіп бара жатып сүрініп кеттім. Бір нәрседен ұстайын деп қолымды сермегенім сол еді. Қарсы беттен өтіп бара жатқан жігіттің белбеуінен ұстаппын. Ол болса шапшаң қимылдап, екі қолымен шалбарын ұстап үлгерді. Бетімнен отың шығып, не айтарымды білмей қалдым. Ал ол, міне енді қызық болды ғой, деп күлімсіреді. Осылайша Кемел екеуміздің алғашқы кездесуіміз дәл осы күлкілі сәттен басталды. Мен кешірім сұрап асығыс кетіп қалдым. Бірақ сол күннен кейін біз кітапханада жиі кездесетін болдық. Алғашқыда көзіміз ғана кездесіп жүрсе, кейіннен кішігірім әңгіме айтуға көштік. Ол менің қандай кітаптар оқитынымды сұрап, кейде өзі де кеңес беретін. Екеуміздің ортақ тақырыптарымыз көбейе берді. Кемел өте ақжарқын, мейірімді жігіт екен. Әңгімелескен сайын оның бойындағы шынайылық, адамгершілік қасиеттеріне тәнті болдым. Ал ол мені әрқашан қалжыңдап күлдіріп жүретін. Бірде кітапханада оқып отырғанымда жаныма келіп, «Қарашы, тағы шалынбай жүрсің бе? Бұл жолы менің шалбарымнан емес, мені құшақтап ал», деп күліп қалжыңдағаны бар. Мен ұялып қалсам да, оның әзілдеріне іштей күліп жүрдім. Осылай күндер өтіп, достығымыз нығая берді. Университетте өткізген әр күніміз ерекше болды. Кітапхана, университет асханасы, аудитория, бәрі біз үшін естелікке толы жерлерге айналды. Бір күні кешкісін университет маңындағы саябақта жүріп, ол маған күтпеген ұсыныс жасады. Сол сәттегі байсалды жүзі, шынайы сөзі мен үшін ең әсерлі, ең шын жүректен шыққан сөздер еді. Біз жай ғана дос емеспіз деп ойлаймын. Сенің қасыңда өзімді ерекше сезінемін. Саған өмір бойы қамқор болғым келеді. Маған сенім артып, менің серігім болуға келісесің бе? Мен не дерімді білмей, жүрегім атқақтап кетті. Бірақ оның көзіне қарап, сол сәтте өзімнің де оған бей-жай емес екенімді түсіндім. Еңкейіп бір тал гүлді қолына ұстатып, «Келістім», деп жауап бердім. Бірақ оқу бітіріп, жұмыс істеп, орнымызды тауып алғанша үйленбейміз деп мен шарт қойдым. Әттең, сол кезде көзімді жұмып қойып Кемелдің әйелі бола салуым керек еді деп әлі күнге дейін қатты өкінемін. Өйткені оның әйелі болмай жатып. Кемел екеуміз 4 жыл бірге жүрдік. Осы уақыт ішінде ол маған әрдайым құрметпен қарап, ерекше қамқорлық танытты. Қолымнан ұстап, кейде маңдайымнан ғана сүйетін. Үнемі, біз үйленбейінше саған тиіспеймін. Сен мен үшін ең қымбат адамсың деп айтатын. Оның осындай құрметі мен сабырлығы жүрегімді одан әрі жаулай түсті. Сол себепті Кемелге деген махаббатым күн сайын арта берді. Бірде ол мені ағасымен таныстырды. Ағасы өзінен 2 жасқа үлкен, өмірге ерекше көзқараспен қарайтын ақжарқын жан екен. Ол шағын бизнес ашып, өз еңбегімен отбасын асырап жүрген азамат. Кемелдің бұл ағасы оған әрі бауыр, әрі ақылшысы. Екеуінің әңгімесі жарасымды, өзара сыйластығы ерекше еді. Кемелдің өмірі оңай болмағанын білемін. Ол әкесіз өсіп, барлық тәрбиені әжесінен алған. Анасы да бар, бірақ анасы туралы көп айтпайтын. Мен ол тақырыпты қозғауға ұялып, тек іштей оның жан дүниесін түсінуге тырыстым. Кемелдің мейірімді жүрегі мен өмірге деген құлшынысы оның қандай тәрбиеден өткенін анық көрсетіп тұрды. Оқу бітірген күн екеуміздің өміріміздің ең маңызды бетбұрысына айналды. Сол күні бәріміз қуанышпен дипломдарымызды алып, болашаққа жоспар құрып жаттық. Кешкісін Кемел мені бір жаққа алып шықты. Жазғы кештің самалы бетімізді сипап, айнала ерекше тыныштыққа бөленген еді. Ол менің алдыма келіп, қолымды ұстап, маған тік қарады. Көзі бұрынғыдан да жарқырап тұр. Бір тізерлеп отырып, қолындағы жүзікті маған ұсынып, «Сен менің өмірімдегі ең қымбат адамсың. Осы күнге дейін бірге болдық, енді өмір бойы бірге болайық. Маған тұрмысқа шығасың ба?» деді. Бұл сәт мен үшін өте әсерлі болды. Бірақ сол сәтте менің жүрегіме өзім қойған шарттар келді. Мен әрдайым тұрмысқа шықпас бұрын отбасылық жағдайымызды жақсартқым келетін.
Кемелді сүйіп тұрсам да, өз ойымнан қайтпай, сабырлы түрде. Менің шартымды білесің. Үй болу үшін алдымен жағдайымызды жақсартқым келеді. Қазірше мен дайын емеспін деп жауап бердім. Кемел ауыр күрсінді. Оның көзінен мұң ұшқындағанын сездім. Бірақ ол ешқашан ренжімейтін. Сол сәтте де мені түсініп сабырлы түрде басын изеп жүзікті қалтасына салды. Сенің шешіміңе әрдайым құрметпен қараймын. Бірақ мен сені күтемін, деді ол. Осы күн есіме түссе, жүрегім ауырлап кетеді. Кемелдің маған деген махаббаты шексіз еді. Оның сол күні үнсіз қалпы, қамыққан көзқарасы көз алдымда мәңгі сақталып қалды. Сол күннен соң Кемел хабарсыз кетті. Әуелде бұл маған қатты әсер еткен жоқ. Маған ренжіді ғой деп ойладым. Жүрегіме кішкентай өкпе ұя салып, мен де оны кешірмей қойғандай болдым. 3 рет қоңырау шалғанында телефонын көтермедім. Кім біледі, бәлкім, осы әрекетім арқылы мен де оған бір нәрсе дәлелдегім келген шығар. Сосын басқа нөмірден қоңырау түсті. Бір сәтке жүрегім дір ете қалды. Бірақ әлгі реніштің елесі тағы да бой бермеді. Өзі хабарласпай қойды, енді басқа нөмірден іздегені несі деп бұл жолы да жауап бермедім. Кейін сол күнді есіме алсам, өкініштен өзегім өртенеді. Кемелдің соңғы демі қалып, менімен қоштасу үшін хабарласқанын қайдан білейін. Ол сөздерін айтпай кетті, ал мен оны ести алмай қалдым. Кемел маған сөз айтқаннан түні, ол достарымен қала шетіне қыдырып көңіл көтерді. Бірақ тағдырдың тәлкегі, қайтар жолда көлік апатына ұшырады. 3 күн бойы ауыр халде жатты. Жанымен арпалысып жатып соңғы сөзі, мені соңғы рет көру болған екен. Сол кезде оның маған қоңырау шалғанын көрсем де көтермедім. Телефоныма үңіле берсем де, орынсыз өкпем басым түсіп жауап бермедім. Басқа нөмірден қоңырау түскенде де, бұл жолы кім екенін сұрап жатпай, қайтадан көтермей қойдым. Кейінірек ол нөмір Кемелдің ағасы екенін біліп, бәріне кеш болғанын түсіндім. Жүрегімді өкініш, жанымды өксік кернеді. Көз жасым тоқтамады. Өмірге деген сенімім мен тірегім Кемелмен бірге үзілгендей көрінді. Бірақ дәл осы қаралы күндерде менің қасымнан Кемелдің ағасы бір иелі қалмады. Ол әрдайым жылы сөздерімен, сабырлы қалпымен жанымды жұбатуға тырысты. Бір күні ол маған мұңлы жүзбен қарап отырып, мен сені жылатпаймын. Егер рұқсат берсең, інімнің аманатын орындаймын. Ол маған сені бақытты етуді қайта-қайта тапсырды, деді де көзіне жас алды. Кемелдің есімі аталғанда жүрегім қайта ауырды. Бірақ ағасының маған деген жанашырлығы мен сүйіспеншілігі көз алдымда тұрды. Ойланып жатуға мұршамда болмады, жүрегім оны қабылдап, бір сәтке де күмәнданбадым. Сол күні оның жары болуға келісімімді бердім. Біз анау айтқандай үлкен той жасауды жөн көрмедік. Ешкімнің пікіріне құлақ аспай, екеуміз мешітке барып неке қидырдық. Содан кейін қарапайым ғана мейрамханада дастархан жайып, өміріміздің жаңа парағын аштық. Бұл шешім біреуге оғаш көрінсе де, менің жүрегімде тыныштық пен үміт пайда болды. Кемелдің аманатын орындауға бірге қадам басып, екеуміз бақытты болуға серт бердік. Кемелдің ағасымен тұрмыс құрған алғашқы күндерінде өмір бір қалыпты көрінді. Ол маған қамқор, жанашыр болып, бар жағдайымды жасауға тырысты. Оның әлдеқашан өз бизнесі бар, ал сәнді пәтері шағын болса да, жайлы еді. Сол пәтерде бірге тұрдық. Әке-шешеме, отбасымызда қайғы болды, тойды кейінге қалдырдық деп әзер көндірген едім. Бұл шешім оңай болмады, бірақ басқа амал жоқ болатын. Көп ұзамай үйге енем келді. Ол кіргеннен ақ менің әр ісіме сын көзбен қарап, мін тағумен болды. Тамақ дайындасам, дәмсіз дейді, үй жинасам, ұқыпсыз деп мұрнын шүйіретін. Қолымнан ештеңе келмейтінін айтқандай болып, әр сөзін ауыр жеткізетін. Көңілімде үнемі бір қыжыл қалатын. Сол кеште ол тағы да ренішін айтып, үйде тыныштықты бұзды. Күйеуім жұмыстан келіп жағдайды байқап еді, енем екеуі бөлек бөлмеге кіріп кетті. Есіктен естілген дауыстар қатқыл, ұрысуға жақын екенін ұқтым. Бірақ тыңдауға ұялып ас бөлмеде үнсіз қалдым. Өзіме олардың жеке мәселесі ғой деп жұбаныш айтсам да, жүрегім бір жайсыздықты сезді. Сәлден кейін есік тарс жабылды. Жүгіріп шықсам, күйеуім ашулы күйде тұр.
Енем болса көз жасын сүртіп есіктен шығып бара жатыр екен. Күйеуім оған енді бұл үйге келме деп қатқыл дауыспен айтып үлгерді. Мен не айтарымды білмей, есік жаққа күйеуіме бір қарап тұрдым. Бұлай істемесең болмай ма? Деп ақырын ғана тіл қаттым. Ол маған бұрылып, бұл үйде тек екеумізге орын бар. Ол ана болуға лайықты емес деді. Сол күні күйеуім анасы жайлы жүрегіндегі барлық шындықты ашты. Әңгімесін тыңдап отырып, менің жан дүнием төңкеріліп кеткендей болды. Оның әңгімесі жүректі ауыртып, бойымды түршіктірді. Күйеуімнің айтуынша, анасы кезінде күйеуі қайтыс болғаннан кейін, басқа еркекке тұрмысқа шығу үшін 2 ұлын тастап кеткен екен. Сол кезден бастап Кемел мен ағасы бір-біріне ғана сүйеніп, жетімдік пен жалғыздықтың азабын тартқан. Кейін есейіп, ағасы үлкен бизнес ашып, табысқа жеткенде, анасы қайта оралып, ара-тұра ақша алып жүруді әдетке айналдырыпты. Қанша жерден анам ғой деп кешіргім келді. Бірақ ол бұл жолы бәрінен асып түсті деді күйеуім, жүзі түнеріп. Сөйтсе, Кемелдің қазасынан кейін анасы тағы бір сұмдық әрекетке барыпты. Кемелге қарсы шыққан КамАЗ жүргізушісінің отбасы арызды қайтарып алуды сұраған екен. Олар жүргізушінің үйінің жалғыз асыраушысы екенін айтып көмек сұрапты. Бірақ анасы одан 8 миллион теңге талап етіп, арызды қайтарып аламыз деп келіскен. Әлгі отбасы барын салып, үйін, көлігін сатып, тіпті жетпегеніне қарыз алып, анасына ақшаны тауып берген. Алайда адам өлімі болғандықтан сот жүргізушіні бәрібір түрмеге қамады. Ал анам сол ақшаны алып, тыныш қана өмір сүріп жүре берді деді күйеуім ауыр күрсініп. Бірақ сол жүргізушінің туыстары оны тыныш қоймады. Талаптарын айтып, ақшаны қайтаруды талап ете бастады. Олардан қашып ақырында менің үйіме келді. Енемнің үйімізге келіп, мені жақтырмай, жанжал шығаруының себебі енді ғана түсінікті болды. Бүгінгі кешкі айқайдың да сыры сол екен. Күйеуім оны үйден қуып шығуға мәжбүр болған, себебі анасының әрекеті шектен шыққан еді. Мен үнсіз күйеуімнің жанында отырдым. Оның жан жарасын, Кемелдің қазасынан қалған қайғыны және анасының ауыр іс-әрекеттерінің азабын сезгендей болдым. Бірақ дәл сол сәтте оған қолдау көрсетіп, жанына демеу болуым керектігін түсіндім. Күйеуімнің анасы ақшаны қайтармастан қашып кетті. Оның бұл әрекеті күйеуіме қатты батты. Іштей анам ғой деп кешіргісі келсе де, бұл жолы бәрі шектен шыққан еді. Кемелдің қазасындағы шындықта бірте-бірте ашыла бастады. Кемел мінген көліктің жүргізушісі сол күні мас болған екен. Ал КамАЗ жүргізушісі мүлде кінәсіз. Бірақ сотта бәрі ақшамен шешілгендей болды. Себебі Кемел мінген көліктің иесі ауқатты отбасынан еді. Ал КамАЗ жүргізушісінің отбасы барынан айырылып, әділдікке қол жеткізе алмады. Бұл жағдай күйеуімді қатты толғандырды. Бір күні ол маған қарап, мен бұл әділетсіздікпен өмір сүре алмаймын. КамАЗ жүргізушісінің отбасына көмектесуіміз керек. Оларды жылатып, біз бақытты болмаймыз, інім өлсе, Алланың жіберіп тұрған ажалы, деді. Көп ұзамай күйеуім кредит рәсімдеп, мен де кредит алып қостым. Қажетті 8 миллион теңгені алып, КамАЗ жүргізушісінің әйеліне өз қолымен апарып, кешірім сұрап ақшасын бердік. Сол сәтте мен күйеуіме деген махаббатымның бұрынғыдан да терең екенін ұқтым. Оның адамгершілігі, әділеттілігі, еркектік болмысы маған бұрынғыдан да жақын болды. Уақыт өте біз өз бақытымызды таптық. Алланың қалауымен тұңғышымыз дүниеге келді. Біз ұлымыздың есімін Кемел деп қойдық. Бұл атауды естігенде жүрегім ескі жараларды еске алса да, ұлыма сол есім арқылы жарық болашақ сыйлағым келді. Бірақ күйеуімнің анасына қатысты мәселе шешілер емес. Оның арсыз қылықтары мені әлі күнге дейін таңғалдырады. Қанша рет ұрысып қайтарып жіберсе де, ол қайта-қайта келіп, ақша сұрауын тоқтатпады, тіпті туған ұлына. Сенде өле қалғыр деп қарғысты да айтады. Күйеуім екеуміз кредитті өтеп тастаса көшіп кеткеміз келеді. Әйтпесе енемнің ұрысынан шаршадық. Туғанын міндет қылатын ананы алғаш енемнен көрдім. Көршілерден ұялып біттік. Көбі күйеуім екеумізді жаман адам деп ойлап жүр. Анасын үйге кіргізбей қуған үшін. Не істеуге болады бұл жағдайда?